Құсайынов атындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаты деп аталады. Мектеп-интернаттың іргетасы қаланғаны 1936 жыл, биыл 80 жыл. 1941 жылы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 101-ші атқыштар бригадасы осы ғимаратта жасақталған. Сондықтан да бұл ғимарат қазір мемлекеттік қорғауға алынған. 1956 жылы осы ғимаратта малшылар менен ауылдағы шалғайда тұратын ауыл еңбеккерлерінің балаларына арналып мектеп болып ашылған. 1991 жылы мектеп-интернатқа дарынды балаларға арналған мектеп-интернат деген статус берілді. 1997 жылы осы мектеп-интернатқа 16 жыл мектеп-интернатта директор қызметін атқарған және ең бірінші республикада дарынды балалардың концепциясын жасаған Құсайыновтың есімі берілді. Сол жылдардан бері қарай ерекше назар аударылатын жай 91 жыл мектеп-интернаттағы мамандандырылған мектеп-интернаттың дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаттың статусы өзгерген уақыт. Бұл Қазақстан тәуелсіздігімен сайма-сай келіп тұр. 25 жыл. 25 жылдың ішінде мектеп-интернатта 1138 мектеп түлегі ұшырып, оның ішінде 90 алтын белгі иелері, 96 ерекше үлгідегі аттестаттан иегерлері және 26 халықаралық олимпиаданың жүлдегерлері орын алып осы мектептен түлеп ұшты. Қазіргі таңда 2009 жылы мектеп-интернат республикадағы ең үздік жаңашыл мектеп деген үлкен номинацияға ие болды. 2012 және 2016 жылдарда тұрақты түрде орта білім беретін үздік ұйым конкурсының жеңімпазы болып грантына ие болып отыр. Мінекей осындай мектеп-интернатта 12 жыл бойына ОВТ өткізілген 12 жылдың ішінде біздің мектеп-интернаттың түлектері үнемі жоғарғы балл жинап, республикадағы үздік 3 мектептің бірі. Мінекей осындай мектеп болғандықтан деп ойлаймын, облыстық білім басқармасы үлкен сенім артып, биылғы оқу жылынан бастап, 1 қыркүйектен бастап біздің облыста 2 мектеп, соның бірі біздің мектепте әбіш тану кабинетін ашуға үлкен сенім білдірді. Сондықтан да бұл әбіш ағаның үлкен қолдауыменен осындай бір мезгілде сіздер сияқты үлкен қонақтарды қабылдағанымызға, облыстық білім басқармасының бізге артқан сенімінен біз үшін үлкен қуаныш. Сондықтан да тағы да қош келдіңіздер. Енді дәл осы сәтті пайдаланып, әбіш ағаға арнаған облыстық республикалық ақындар сайысының жүлдегері, республикада шашасына шаң жұқтырмас деп аталатын үлкен номинацияның иегері, 10 кластың оқушысы Жауынбаев Нұрболдың әбіш ағаға арнаған өзінің арнап өлеңдеріне сөз берсек. Жаралғандай алашымның бағы үшін асыл елім ардақтаса арысын, ойырамды қалаңбер көп қазақта атақтан биік қойған намысын, тау тұлғалы елім жырға қоспақшы нар тұлғалы абызұлы әбішін. Өрелерім көпті көрген зиялым, қыранысың өнер дейтін қияның, мұқтарым мен сәкенім бар кешегі, сұңқардайын тасқа келген қияғын, мен солардың ізі әбіш деп білем, тарлан боздың тай баспайма тұяғын. Еңбекпенен ел парызы өтелген, нағыз ақын айтар ойын етеркен, дарынды ақын сабырлы ақын әбішке елбасы да алғыс айтпас бекерден. О Маңғыстау қасиетті құрсағың, алашымның абызылын көтерген. Тәуелсіздік мұратындай әр жанның, елің үшін алаңдадың, ойландың. Елбасымыз айтып кеткен бір сөз бар, батысыңда өсіп өндің қайралдың. Маңғыстаудың абызылы болғанмен бар қазақтың әбішіне айналдың. Даналардың сарқыты боп қалғанмен, жарасымды болмайтұғын жалғанмен, көңіліміз толады демен жастарға, ойы биік бейілдері болған кең, сол бір жастар өсіп келе жатыр ғой, мен әбіштей болам деген арманмен. Мынау дала аған өлең өрген жер, жазушыңа орын делім төрден бер, әбіштенді таппаса да әлемнен келе жатыр ізіменен ергендер. Сендер неткен бақытты адам едіңдер, ұлтым деген ұлы әбішті көргендер. Сендер неткен бақытты адам едіңдер, ұлтым деген ұлы әбішті көргендер. Отандастар, бауырлар, баршаңыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай ашылып жатқан Ақтөбе жерінде бітіп жатқан игілікті іске қош келдіңіздер.
әбіштану кабинеті Мақсұт Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында осы қыркүйек айынан бастап іске қосылды. Бұл кабинет ашылғанға дейін мен өзім Маңғыстаудың тумасы ретінде кім-кімде қайда қашан қандай үйде жүрсе де өзінің бес анығын түгендей жүреді ғой. Ендеше мен де осы мекенге келгелі 4 жыл болған екен. Сол 4 жылдың ішінде келгелі сабақ беріп жүрген балаларыма болсын, сабақтан тыс уақытта тілдескен әріптестеріме болсын, Әбіш аға жайлы айтудан бір жалыққан емеспін. Себебі ол да заңды. Әбіш ағаны жаңа руынан болғасын жерде бір жағынан мен нағашы жұрт есептеймін. Анам әлі Жаңайдың қызы. Аға елге барған уақытта міндетті түрде зиярат етіп кететін атақты елдің тәуір ететін жері Қамысбай дейтін әулие бар. Сонда кім барса да әуелі Әлатадан бастайды зиярат етуді. Әлата менің түпкі нағашы аталарым. Ендеше мен Әбіш ағаны жаныма жақын қоймасқа болмады. Бұл бір жағы болатын болса, екінші жағы әкем Оңғали деген кісі Маңғыстаудың аймағында кешегі ел басына төнген зобалаң шақты басынан өткерген ұрпақтың өкілі. Мен соның қызымын. Бала кезден Әбіш аға жайлы, Маңғыстаудың жері жайлы, құлаққа сіңген дүниенің барлығы елден жырақ жүрген уақытта бір Қазақстанның ішінде жүрсем де іргемді ажыраттырмай Маңғыстаумен үнемі бірлікте жүруіме көмектесті. 6-7 кластарда Әбіш ағаның мектеп программасында, бағдарламасында автомобиль және шыңырау хикаяттарын тұратын. Ал Әбіш ағаны кез келген бала, кез келген адам дайындықсыз бастап кету өте қиын. Сол себепті мінекей іздену жұмыстары жүріп, мен ғылыми жобамен оқушылармен айналысуға тырысып бақтым. Сол жұмыстың нәтижесі ретінде қазір оқушыма сөз кезегін бергім келіп тұр. Аятбергенова Ақбота республикалық эсселер байқауының 2-ші орын жүлдегері, кешегі ұстазымды ұлықта аясында өткен мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі деген шығармалар байқауында 2-ші орын алған оқушы, келешекте журналистикаға барайын деп жүрген, келешегінен зор үміт күттіріп жүрген оқушым. Сөз кезегін сол оқушыма беруге рұқсат етіңіздер. Адамзаттық рухани құндылықтарға жауап беретін эстетикалық қуаты жоғары көркем туындылар арқылы адам бойында кездесетін барлық дүниетаным, сонымен қатар ұлттық психология мәселелерін пайымдады. Зерттеу жұмысымыздың барысында бір арнада шектеліп қана қалған жоқпыз. Мектебіміздегі, ауданымыздағы, сонымен қатар облыстық кітапханалардың барлығына ізденіс жұмыстарын жасадық. Сөзімнің дәлелі ретінде былтырғы оқу жылында Сақтаған Дәйішев атындағы Ақтөбе облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасында қадірлі қонақ ретінде болып қайттық. Сонымен қатар 6-шы сыныпта оқып жүрген уақытымызда тақырыбымыз Әбіш Кекілбайұлының әңгіме хикаяттарында кездесетін ұлттық дәстүр мен әдет ғұрып болатын. Осы тақырып барысында өзімнің сыныптастарыма әдет-ғұрыпқа деген көзқарастарын, Әбіш Кекілбаев шығармаларына деген көзқарастарын бөлу үшін сауалнамалар жүргіздік. Осы сауалнама бойынша шыңдалу ретінде 7-8 сыныптарда оқып жүрген уақытымызда Кекілбаевтың шығармаларын оқу барысында кездескен барлық ұлттық құндылықтарды кестеге түсіру арқылы, сонымен қатар барлық кездескен шығармалар арқылы іріктеу жұмыстарынан өттік. Іріктеу жұмысы арқылы жоба қорғадық, жоба қорғау арқылы тест жұмыстарын тапсырдық. Осындай бірнеше сатылы сынақтардан өткеннен кейін 10 дәрежелі 3-ші орынмен марапатталдық. Ағымсыздар, арқада мың-сан сұлу бөкені бар, көлінде балдырғанды жекені бар, бабамыз асан қайғы айтып кеткен қасиетті жармаларымыз білгенім бар. 1979 жыл тамыз айының 8-ші жұлдызында Ырғыз жеріне ат басын тіреген Әбіш Кекілбаев менің атам Рахима хановтың отбасында қонақ болған еді. Бұл үлкен романның жазуына ізденіс үстінде жүрген материалдар жинау мақсатында Ырғыз жерінде қонақта болған еді. Яғни менің атам Рахима хан бұл қарт ұстаз, сол кездегі әкімі Ырғыз жерінің және де тарихшы болған еді. Өзі ұлы отан соғысына қатысып, бір аяғына айырылып келсе де, Әбіш атамызды үйіне қарсы алып, ол кісімен бірге балық аулап, және де Әбіш Кекілбаевтың үлкен романындағы Қабын Бөкенбай шоқысы, Қабанбұлақ, Жалаңашкөл, Соркөл, Қарақоға, қазіргі кезде Майтөбе деп айтылып жүрген сол кездегі Мантөбе, яғни Әбілқайыр ханның Анна Ивановнамен қол қойған тағына осы кітапқа енуіне көптеген
материалдар берген екен. Бірақ кейіннен бұл 79-81 жылдар аралығында Әбіш Кекілбаев 2 жыл бойы Ырғыз жерінде Әбілқайыр хан қалай қыстауда, қалай жаз жайлауында болды деген ниетпен 2 жыл бойы Ырғыз жерінде болып, барлық материалды жинап, өзінің үлкен романына қатыстырған екен. Сондықтан да мен осы атамның жинаған тарих үшін, көмек үшін мақтаныламын. Ал құрметті қауым, айтылған сөз әлі де талай жерде айтылып жатар. Сіздермен игі жақсылар бүгін кездесіп, бүгінгі сәрсенбінің сәтінде жүздесіп жатқанымызды бір тарихи оқиға есептеп тұрмыз, тағы да бір жаңаша танысып тұрмыз. Сөзімді Әбіш ағаның кешегі жетпегенге бүгін жетем, бүгінгі жеткізбегенге ертең жете алам деген үміт пен сенім ғана адамды да қоғамды да ілгері жетелейді дейді. Ендеше тындыратын алдағы тәуелсіздік үшін мәңгілік елдің перзентін тәрбиелеу мақсатындағы жүрген ісіміз әрқашан нәтижелі бола берсін деймін. Дендеріңіз сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді келесі оқушылардың жұмысын салтанат залында көруге сіздерді құрметпен шақырамыз. Қазақ атанған 5 жарым ғасырымыздың өн бойына шолу жасаса, небір асыл перзенттеріміздің құнды ой мен қадірлі ұғымда айқын із қалдырған тамаша үлгілерін танып тамсанар едік. Солардың бірі өз қаламдастары арасында заманымыздың заңғар тұлғасы, әлемдік деңгейдегі Толстой, Шекспир сынды титандармен үндесте рухтас, қыры мол ірі дарын, ұлы суреткер, 20 ғасырдағы қазақ қауымының, түрк әлемінің заңғар жазушысы, бәйгенің алдынан ғана келетін тұлпарларға ұқсатам. Ол да жарық жұлдыз, мәңгі жанатын жұлдыз. Ол тұтас әлем, рухани ұлы тұлға сынды, сан қырынан танылған ұлы қаламгер Әбіш Кекілбаев еді. Елдің рухани тарихын зерделей білген Әбіш ағаның да Абылай хан шығармасы шеберлігі мен ой талғамы сай келген дайын тұрған драмалық туынды. Әбіштану курсының 9 класс оқушыларының орындауындағы Абылай хан шығармасынан драмалық үзіндіні тамашалайық. Халайық, Алатауда ағарыс, Сарыарқада жанарыс, еділ жайық бегарыс, қазаққа біткен шар тарап. Одан арғы алталаш, одан да арғы ағайын, жар шашамын құлағас. Талауға түсер малың бар, таласқа түсер жерің бар, тағдырдан талқы көп көріп, талқысып жатқан елің бар. Есесі кетер ұлың бар, етегін шашар қызың бар, үзігі тесік үйің бар, іргесі ашық төрің бар, қайраңдаған қайықтай, қалтақтаған күйің бар. Көремсің әлеумет? Көреміз, көргенде қандай? Еремсің әлеумет? Ереміз, ергенде қандай? Сертке, серт! Тәуекелге тігел бел болсақ, алған беттен айнымайық. Үрвақ! Жүрекке жеткен әннің ғана ғұмыры ұзақ болады. Жаны жәннатқа самғағанмен, сөзі, ойы, пікірі, әні, ақ қағаздың бетінде, қара жердің үстінде қалып бара жатырған ағаның болашақтан күтері әлі де көп еді. Бүгінгі күні қазақ сахнасында кең етек жайып үлгермеген арман дейтін арғымақ әні соның куәсіндей. Әнді 10 класс оқушысы Ғабидолла Ақтотының орындауында тыңдап көрейік.
шабана, үстіне жатсын жарқылап, шабатын әлің шамала. Көнбесең көнбе күштіге, аяй біл бірақ бастыда, сыялсаң жердің үстіне, сыярсың сірә астына, сыярсың сірә астына. Ай, абайла бауырым, абайла, ала көрме орта, абайла деген абайда, абайла деген абайда, ұнатпасаң да ұлықпа. Абайла деген абайда, абайла деген абайда, ұнатпасаң да ұлықпа. Арман дейтін арғыман. Адам жанын шындап қинайтын мәселелер жайында шындап қиналған ар мен сезімнің айтарына құлақ тұру. Сонда ғана ақын сөзі арқаңды шымырлатып, төбе шашыңды тік тұрғызады. Өйткені шындық айтылса, тек солай ғана айтылады деген ақын пікірі лирикада өзге ақындарға да өзіне де қояр басты талап. Әбіш ағаның бұлай деуі отан ананың, заман ананың, ел ананың, жер ананың, тіл ананың көсегесін қалтқысыз шындық пен қалтқысыз еңбектің ғана көгерте алатындығын түсіне білгендігінен туған ой. Әбіш аға да Абай атамыздың бірінші қара сөзіндегі ой түйінін ескере отырып, өзіндік ой қорытындыларын өлеңмен ғана емес, қара сөзбен де бере білген. Ақын поэзиясы мен прозасынан үзінділерді оқитын 10-11 класс оқушылары. Ең бастысы, тілдің болашағы ұлттың болашағымен, тілдің дамуы ұлттың дамуымен өзектестіре қаралыпты. Бұл өзектестік шын мәнінде бір ұлттың ғана емес, бүкіл адамзаттың рухани тәжірибесінің түп бастау қайнарына барып тірелетіні белгілі. Өйткені кез келген тілдің тек ұлттық тарихпен шектелмей, әу баста екі аяқты нәсілді сөйлей бастауымен тамырласып жатқаны аян. Ал даму дегеніміздің өзі де бағзы бабаларымыздың сөйлеу арқылы қалған тіршілік иелерінен ірге жатып, көш бойы ілгері озып кеткендігінен өрмеген ғой. Ендеше тіл туралы ойлану, бәрі туралы ойлану. Бостан босқа көзіңнің жасын бұлағып, кетпеймісің қай-қайдағыны лағып, Аллаға қояр бар меді соңғы сұрағың, Аллада не еді ақырғы рет сұрарың. Аллаға сонда ақырғы қояр сұрағым, қалама орынында мына жер мен мына күн, Алладан сонда ақырғы рет сұрарым, қалс орнында мына жер мен мына күн. Жалынамын жаппар ем өзіңнен, қарағайсың шарапатты көзіңмен, қасірет асқан қасқамаңдай қазаққа, көн тері боп көндігі балап азапқа, көншімей жатқан көңілі бостан азатқа, ұшырата көрме масқара мен мазаққа. Саппастардың сөзіне ертіп сабылтпа, тантықтарға ерітіп әумеселерге табынтпа. Тәуба, тәуба, уа тобам, тәуба, тәуба жасаған.
Тұрса бекем туған жер, болса есен туған ел, қалса бүтін тұяғым, тұрса түгел босағам, осы ғана өзіңнен жалбарынып сұрарым, құдіреті мол Құдайым. Далиған, қайран даламай, жиылмай дау етек жең, аңғал өскен баладай, құқай көрмей ешкімнен. Қиырдан қара көрінсе, шауып барып таныстың. Бұрылуға ерінсе, шау жайына жапыстың. Көсілте жайып төсекті, көлпітіп қазан асқаның. Білмейсің өзге есепті, тойдырсаң болды басқаны. Мейманның мұрты майланса, шырадай көзің маздайды. Бел шешіп әбден жайланса, әңгімең шоқтай қоздайды. Қонуға ыңғай білдірсе, осынасың төріңді. Жүруге ыңғай білдірсе, ақтарасың теңіңді. Қылтиса қырдан қарайған, Құдайдан тағы құзыр кеп, шығасың шауып тағалдан, қырықтың бірі қызыр деп. Сайраңды да қибем, тайраңды да тыйбем, арманның зеңгір көгінде шарықтап самғап шүйген. Азаттықтың аққұсын қондырам деп қолыма, жеткізбеді оныма, жуа бітті жолыма. Үмітім көктей үзілді, бұғанам содан мүжілді, нұрлы күн менен безініп, болдыр күн шөгіп езіліп, көлеңке қапты жүзімді. Асылыңды таппаған, алқабыңа қаптаған мынау зымиян түнекті қуар мүсің? Халқым-ау, ежелден бергі зәруің, ауруыңа дәруің. Азаттық деген аруды ертіп шығар төріңе, арыстан жүрек, арлан ой, ерлерді тағы бізден соң, туар мүсің? Халқым-ау. Өстім қырда, қиырда, естімей орман шуылын, жүзімді қақтап құйынға, селеудің тыңдап суылын. Тақырға асық ердім, құмақта қудым қозыны, күн жеп қойған киімнің, ұйықта кеткен тозығы. Сол кеткеннен мол кеттім, бармаған жерім қалмапты. Ай сайын алыс жол шектім, шар тарапты шарлаппын. Жүресің ылғи есімде, өзіңнен жүрек босамай, қолым боп ойнап төсіңде, боздармын шетте ботадай. Өзгенің мұнда ісіне, өзің сірә ұғарсың, пеште де түсіме, сен кіретін шығарсың. О, туған жер, туған жер. Тәрбиені тәңір деп танытқан профессор Мұхтар Арын да абай ілімін жалғастырушы болса, Әбіш ағаның да үлкен әріппен жазылар азаматтығы осында. Әдебиеттің қай саласында қалам тербесе де, өзгелерден шоқтығы биік тұлғаға айналудың өзі алыптығын айқындай түскендей. Сонымен қатар бітім болмысымен де, ұлт дамуындағы даналығымен де, данышпандығымен де, ғұламалығымен де, кемеңгерлігімен де абыз атанған нағыз алып екендігіне ешкімнің таласы болмас. Рухың әрқашан биік болғай абзаға. Айналайын балдар, мен Әбішпенен осы сендердің жастарында 8-ші класс оқып жүргенде кездестім. Бір мектепте оқыдық екеуміз. Ол 9-ші класс оқыды, мен 8 оқыдым. Оған куәна шетте отырған қазір қайнағам Левин деген кісі. Бәріміз бір мектепте оқыдық. Содан енді естіген кезім, естейтінім бала кезінде Әбіш бала болып ойнамаған адам. Ол сол кітапты көп оқыды. Сол кітап оқып жатады, қасындағы жолдас балдары жаңа леңкіте оқып, асық ойнап, қашпада ойнап сөйтіп жүгіріп жүрсе, бұл іргеде жатып кітап оқып жататын көрінеді. Қазақшанында, орысшанында сол 4-ші, 5-ші классқа көшкен кезінде іргеде жазды күні каникулдың кезінде жатып кітап оқып отырса, бір 4-5 орыс келіп, сол ауылдан орысша сөйлейтін адам іздейді. Ол кезде орысша сөйлейтін ешкім жоқ. Орыс тіліне түсінбейміз, бәрімізді мектепте оқысақ та түсінбейміз. Содан мына Әбіштің үстіне шығыпты, кітап оқып жатқан. Сөйтсе, ол бір орыс жазушысының кітабын оқып жатыр екен. Білсе орысшаны осы бала біледі деп, соны шешесінен 2 жыл қатарынан сұрап алып, олар биолог,
академик Иван Иванович Гог дейтін бастаған сол кісінің қарауында 4-5 адам геолог екен мына Маңғыстаудың жерін зерттеп жүрген. Қазіргі Маңғыстаудың барлық байлығы, барлық зерттеулердің, сол кездегі зерттеулердің арқасында пайда болып жатыр. Қазір сол жаңа Әбіштің бір кітабы бар ғой, ұйқыдан оянған ару. Содан бастап Маңғыстаудың көркейе бастады. Біздер сол мектепте оқып жүргенде ол 10-шы класты бітіріп Алматыға кетті. Мен 10-ды бітіріп келесі жылы осы Ақтөбеге келіп 6 жыл мединститутта оқыдым. Мына Ақтөбе маған көбіне ыстық болып көрінетін себебі сол. Айналайын бача балаларым, сендер мына айтып жатқан сөздерің бәрі біздің заманымызда өткен өрнектер. Содан мен сіздерге қарап қызығып отырмын. Біздер де сіздей жас болыппыз. Сіздерде болып айтысып жүріппіз. Пьеса, өлең айтып сөйтіп жүріппіз. Қазір қарасақ біздер уже Салиқалы үлкен сал кемпір болыппыз. Ал енді өркендерің өсе берсін. Абыройлы жүріңдер. Әбіш ағаның, аталарыңның ғұмырында көрген барлық жақсылық сіздердің бастарыңда болсын. Айналайын, жан-жақтарыңды ұмытпаң, қазақ екендеріңді ұмытпаң. Біздердің заманымызда компьютер деген, интернет деген ештеңе болған жоқ. Жаңағы ручка қаламменен қағаздан басқа ештеңе болған жоқ, сосын кітап оқитынымыз. Сөйтіп жүріп біз ұмтылдық, сөйтіп жүріп көбіміз профессор болдық, академик болдық. Мына Әбіштің жолдасы Кенжеғали Сағадиев дейтін кісі, бұл да сондай өмірдің қиыншылық жас кезінде көрген адам, қазір енді академик болып отыр. Сондай азаматтар көп, мінекей бәрі де. Мына жазушы Қажғали, сіздің ауылдың азаматы. Мына Есенғараева Ханбибі дейтін, бұл да бір атақты ақын. Ана Оңайкүл дейтін біздің Маңғыстаудың қызы атақты ақын. Сонда сөйтіп осы еңбекпенен, талпынуменен өсіп жатыр. Сіздердің замандарың жақсы. Не істеймін десеңдер де, инженер болам десеңдер де, мұғалім болам десеңдер де, сендер жазушы болам десеңдер де, алдарыңнан ақ жол шығып тұр. Жолдарың ашық болсын бачалар. Дендерің сау болып, ата-ананың абыройы болыңдар. Айналайындар, жастар, балаларым, ұстаздар, бізге өте ерекше әсер етеді. Мынау біздің заманымызда, бізден бұрынғы заманда интернатта оқып жүр талай қазақ баласы деген ұран болған, өлең болған, білесіздер ғой. Сол бүкіл қазақты сауатшылыққа шақырып еді. Сол интернетте оқыған жастардың барлығы біздің көсемдеріміз, біздің жол басшыларымыз, біздің үлкен басшыларымыз қайраткерлер болып шығып еді тегісіменен. Интернат деген қазаққа өте керек дүние. Қазақ негізінен ауылда тұрады. Ал енді мына жерде баласын әрқайсысы оқыта алмайды, ауылда жүр. Мына жерде жақсы жағдай жасап, мына балаларға жақсы ұстаздар жинап, оқытуға үлкен мүмкіндігі бар. Сондықтан сендерге бұл үлкен мүмкіндік. Осы мүмкіндікті жақсылап пайдалана білу керек. Содан кейін мынау ғұламалардың барлығы ауылда тұрады. Өмірдің соңында қалаға келеді деген әңгімелер бар ғой. Расында да біздің қала, біздің ауыл бұл осы керемет таланттың ауылы. Осыдан шыққан талай адамдарды өздерің білесіңдер. Қазіргі осы өңірдің ішіндегі аталарыңның қайсысында мен айтпай қояйын, қарасаңдар бір ауылдан шыққан балалар осындай қарадомалақ. Оқыған, білім алған, содан кейін үлкен дарын иесі, үлкен талант иесі болып шыққандар еді. Міне сендер де сондай жолға түсіп отырсыңдар. Ал енді мынау Әбіш Кекілбайұлына арналған мына мереке шараларың өте бір көңілден шығатын дүние. Әбекең артында мол рухани мұра қалдырған адам. Оның өзінің жазғандары, жаңа өздеріңіз оқыдыңыздар ғой, өзінің өзі жеке бір кітапханаға пара-пар. Ол адамгершілікке шақырады, халықты жаңалыққа шақырады. Сол
рухани байлыққа шақырады, әдептілікке шақырады. Мынау заман талабынан қалмасқа шақырады, ізгілікке шақырады. Сондықтан әбекеңді оқып, аталарыңды оқып, мұрасымен танысып жүріп, сіздер ой түзеңіздер. Сондай үлкен елімізге мақтанатын азамат болыңдар. Біз сендерге осы жағынан жасымыз үлкен батамызды береміз. Жолдарың жақсы болсын, еңбектерің жемісті болсын, оқуларың өте жақсы болсын. Сіздердің сапарларыңызда ат басын бұрып біздің шағын ғана мектебімізге көңіл болып, ден қойып келгендеріңізге үлкен рахметімізді айтамыз.